Бәріне сәлем, достар, біз 7-ші сабаққа келдік. Тақырып функциялар, оның ішінде функцияны жариялау, функциялы өрнек, оқ функция, рекурсия және жоспарлау функциялары, set интервал мен set timeout. Ноутбуктарын дайындаңдар, біз бастаймыз, кеттік. Ең бірінші функция не үшін қажет екенін анықтап алайық. Осыған дейін сіздер мынадай функциялар қолданыңыздар: boolean, string, console log. Бұлар бір жерде JavaScript-ің өзінде жазылған, ішінде бір қандай да бір код бар, және оны шақырған сайын ол орындала береді. Мысалы, string деп шақырсаңыздар, мына берілген мәнді ол сіздерге string-ға айландырады, жолдық типке айландырады да, сосын сізге қайтарады оны. Яғни бір қандай да бір әрекет жасайды, және сіз сол әрекетті қайта-қайта жазып отырмай, басынан бастап, оны дайын функцияны қолдана саласыз. Сол сияқты біз өзіміздің функцияларымызды жаза аламыз. Яғни функцияның ең бір күшті жері ол сіз функцияны бір ішіндегі кодын қайта-қайта жазып отырмай, басқа жерлерде қайта-қайта қолдана бересіз. Міне, функцияны жазудың екі түрі бар: функция жариялау, function declaration, және функциялы өрнек, function expression. Осы екеуін толығырақ қарастырайық. Function declaration бойынша функцияны жазсақ, міне function, осындай кілт сөз қолданасыздар, сосын атауы және ішінде мынадай параметрлер болады. Мына жерде өтірмен жазып шығамыз. Және мына жерде функцияның денесі, яғни негізгі код. Функцияны атау жайлы толығырақ айтып кетейін. Қараңыздар, бізде функция ол қандай да бір әрекет болғандықтан, ол бір әрекетін соны қысқаша түсіндіретіндей атау жасау керек. Мысалы, show бірдеңе, show, мысалы, name деген сияқты. Бұл бірден кодының ішіне кірмей жатып, ол бірдеңе көрсететінін түсінуге болады. Мынау get бірдеңені қайтарады, бір қандай да мәнді қайтарады. Ол да түсінікті деп ойлаймын. Және calc, calc бірдеңені есептейді. Calc, мысалы, height деген сияқты биіктікті есептейді. Мысалы, create қайтадан бірдеңені жасайды. Мынау check тексереді, және set, мысалы, орнатады. Бұдан да көп әртүрлі ағылшын сөзіндегі етістіктерді қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, енді мына жақта кішігірім мысал, function declaration мен жазып отырмын. Show message, енді тура атынан көруге болады, бұл қандай да бір месседжді көрсетеді. Яғни оның месседжі console log'та тұр, сәлем деген месседж. Функцияны жазғаннан кейін енді орындап көрейік. Мен браузерді жаңартам, бірақ менде ештеңе шыққан жоқ. Неге шыққан жоқ? Себебі мен функцияны жарияладым, бірақ мен оны шақырған жоқпын. Шақыру үшін мен тура сол өзінің атауын жазам, және атауынан кейін мынадай жақша қоятын боламын. Сол кезде сәлем деген, міне мынадай біздің консоліміз шықты. Мына show message'ді шақырған тек функциядан кейін емес, оған дейін де шақырсам болады. Сол кезде ешқандай қате көрсетпей, менде мына сәлем деген сөз шығатын болады. Енді тек қана бір рет емес, сонымен қатар мен бірінші ретте істей аламын. Маған мына сәлем деген сөзді 4 рет шығару керек болса, мен 4 рет жазам, 4 рет шақырам ол функцияны. Сол кезде мына денесі 4 рет орындалады. Мен жаңартып көрейік. Шынымен де бізде 4 рет сәлем деген сөз шықты. Міне, осы біздің жаңа айтқан сөзге дәлел. Біз бір жерде жазып, оны бірнеше жерде қолдана аламыз. Және өзгерту керек болса, барлық 4 жерде өзгертпейміз. Мысалы, бір жерде ғана өзгертеміз, және оны жаңартсақ, бүкіл жерде осы шақырған, функцияны шақырған жердің бәрінде осы сөз өзгеріп жатыр. Функцияларды бір-бірінің ішіне де жазуға болады. Мына жерде мысал, бізде show num деген функция бар, және ол number'ды көрсетеді. Қазір ол undefined болып тұр, себебі num тек жарияланған. Енді мен оны бір функция арқылы өзгертіп көрейін. Мен тағы бір функция жаздым, set num деген. Және атау айтып тұрғандай, ол number'ге бір деген мәнді орнатады. Және set num'ды әрине шақырам, дәл осы жерде. Шақырған кезде мен енді жаңартып көрейін. Әрине, біздің num бірге өзгереді. Ал енді мына set num'ды сыртынан шақырып көрейік, функцияның show number'дің сыртынан шақырып көрсем, не болады екен?
жаңартып көрейін. Бізде қате шығарды, setNum is not defined дейді. Яғни мына функцияның ішіндегі функцияны JavaScript көрмейді. Себебі ол setNum ол мына блоктың ішінде жарияланған. Естеріңізде болса, мынау біздің блок және оның сыртынан біздің мына функцияны біз көре алмаймыз. Блок демекші, if блогының ішіне мен мынандай функцияны жариялап көрейін, сосын ол функцияны шақырайын. Менде ешқандай қате шықпайды, міне 32 шығарып тұр. Бірақ бұл use strict, яғни біздің қатаң режимде істемей қалады. Міне қараңыздар, жаңартам, бізде show sum is not defined деп шығарып тұр. Яғни мына блоктың ішіндегі функцияны мына сырты көріп тұрған жоқ. Бұны қайтып түзеу керек деген кезде сіздерге әрине бірінші ой келетін ол функцияны мына if-тің сыртынан шығарып тастау. Бірақ оны шығармай ақта істеуге болады, оны сәлден кейін қарастырайық. Функциялармен жұмыс істегенде біз ішкі және сыртқы айнымалыларды қолдана аламыз. Ішкі деген енді функцияның ішінде жарияланатын айнымалы, ал сыртқы деген енді функцияның ішінде емес, сыртында жарияланатын айнымалылар. Мен мына жерде ішкі айнымалыны қолданып message деген консольға шығарамын, және ол бізде шығады, бірақ сыртында қолданғым келсе, мен сыртында message'ді шақырғым келсе, ол әрине менде мынадай қате шығарып тұр. Message is not defined деп 235, міне мына консоль көріп тұрған жоқ message'ді. Сондықтан біз ішкі айнымалыларды тек функцияның ішінде ғана қолдана аламыз. Міне қазір функцияны шақырып тұрған жоқпын ғой. Функцияны шақырайын. Сол кезде бізде сәлем деген сөз шығады. Міне шықты. Окей. Енді біз сыртқы айнымалыны қарастырып жіберейік осы жерде. Сыртқы айнымалы енді функцияға дейін жарияладым, және message ол айнымалыны өзгерттім, және ана функцияны шақыратын боламын. Әрине бұл жұмыс істеп тұр, бірақ консольға ештеңе шығарам жоқ, енді ғана шығарам. Консольға шығарам. Бұл кезде енді undefined шығарып тұр. Неге undefined шығарып тұр? Себебі қараңыздар, сыртқы айнымалы let message деген ол ең басында айнымалы болып тұр, undefined болып тұр. Одан кейін консоль жұмыс істейді. Себебі функцияны әлі шақырған жоқпыз. Функция ол тек жарияланып қойды, бірақ оны шақырған жоқпыз, ішіне кірген жоқ. Енді содан кейін барып show message'ді шақырдық, сол кезде ғана кірді. Енді осы точкада сәлем деп өзгерді, бірақ мына жерде ол undefined еді. Undefined. Сондықтан біз функциялар шақырмай тұрып, оның мына өзгерісін біз оны көре алмаймыз. Міне шақырдық, енді өзгерісті көре аламыз. Сәлем деп шығарды. Егер сыртқы және ішкі айнымалылардың атауын бірдей қылатын болсақ, мысалы message, олар бір-біріне әсер етпейді, екеуі бөлек-бөлек өмір сүре береді. Міне мына жерде сыртқы консоль логта бұл сыртқы айнымалының мәнін шығарады hello деп, ал мына show message шақырған кезде ол консольда біздің ішкі айнымалдағы мән шығатын болады. Барлық функциялардың сыртында орналасқан айнымалы ол глобалды жаһандық айнымалыға жатады. Міне мына жерде біз жаһандық айнымалыны жасадық, және оны функцияда қолданамыз. Функцияның ішіндегі функцияда да қолданамыз, сыртында да қолданамыз. Бүкіл жерде бізде бір ғана мән шығады, бұл жаһандық айнымалының мәні. Енді функцияның параметрлерін айтып өтейін, оны аргументтер деп те атайды. Мысалы, мына жерде num1 мен num2 деген екі параметр бар. Олармен жұмыс істегенде тура біз айнымалымен қалай жұмыс істейміз, тура солай болады. Сондықтан ешқандай бұл жерде қиындық жоқ. Бірақ бір түсінетіні, бұларға мән беру үшін функцияны шақырған кезде ғана жазу керек. Міне функцияны шақырған кезде мен 5 пен 7 деген мәнді жібердім. Бұл мына жақтағы екі параметрге кезек-кезек, яғни num1 ол 5 болады, нақты көріп тұрсыздар, және num2 ол 7 болады. Сосын қосындысын шығарып береді. Мына айнымалыларды мысалы біз бермеген болатын болсақ, онда бізде біреуі сақтайық, біреуі undefined болады. Міне екіншісі undefined болып қалды, сондықтан бізде not a number деген шығарды. Енді екеуін де жазбайтын болсақ, екеуі де undefined болады. Бірақ егер екеуін бермейтін болса, бізде
әдепкі жағдайдағы мәндерді де жазуға болады. Ол үшін мысалы мына жаққа 2 болсын, мына жаққа 3 болсын деген сияқты 2 мәнін беріп қойсақ болады. Сол кезде біз мәнін жібермесек те әдепкі жағдайда 2 мен 3 болады. Ал егер беретін болсақ, әрине сол берген мәндерді алып өзгертетін болады. 4 пен 6-ға өзгерді және екеуінің қосындысын шығарды бізге. Тек айнымалыларды ғана емес, функцияларды біз параметр ретінде жібере аламыз. Мысалы, мына жерде calcsum деген функцияға біз show more message пен show less message деген 2 функцияны параметр ретінде жіберіп отырмыз. Бұл параметр ретінде жіберетін болсақ, callback'тер деп аталады. Callback ағылшыншадан аударатын болсақ, қайта шақыру деп аударуға болады. Мына жерде нам сумға байланысты, егер 3-тен артық болса more деп шығарады, кіші болса less, яғни кем деп шығарады. Жаңартып көрейік. Міне, бізде 1-ге 1-ді қоссақ 2, яғни 3-тен кем. Енді өзгертетін болсақ, бізде сол шартқа байланысты 3-тен артық деп шығарды. Функцияның тағы бір керемет жері ол қандай да бір нәтижені қайтара алады. Мысалы, calcsum функциясы 2 айнымалының қосқан нәтижесін қайтара алады. Return деген нұсқаулық арқылы. Міне, calcsum бізде бір айнымалға теңестірдік те, сол айнымалының мәнін шығардық. Міне 3 деп бізге жауапты беріп тұр. Мына return ол өзінен кейінгі кодты орындамайды. Осы жермен біздің функцияны тоқтатады. Break деген сияқты. Егер мына жерге біз console log бір айнымалын жазатын болсақ, A деген жазу жасайық, ол әрине бізде орындалмайды. Бірақ функцияның өзі орындалып тұр, бірақ returnнен бітіп аяқталып тұр. Мына returnнің тағы бір мысалы болатын, сіздер білетін string деген функция. Ол естеріңізде болса, біз string деген функцияны қолданған кезде басқа бір айнымалға теңестірдік. Яғни stringтің ішінде өздеріңіз ойлап отырыңыздар, бұл жерде return деген директива міндетті түрде болады. Біз бағана функцияның ішінде басқа да функцияларды шақырып көрдік. Ал енді функция өз-өзін шақыратын болса ішінде, ол рекурсия деп аталады. Мен сіздерге рекурсияны түсіну үшін мынадай мысалды көрсеткім келеді. Біз осыған дейін for мен while мен итерация жасайтын едік. Мына жерде мен 5-тен 0-ге дейін кішірейтіп сандарды санап шығамын, 5-тен 0-ге дейін. Енді рекурсиямен жасап шығамын. Мынаны for'ды комментке алып қояйын. Міне менде рекурсия істеп тұр. 5-тен 0-ге дейін шығарып тұр. Енді қалай істегенін асықпай қарап шығайық. Recursion мен функцияны шақырам 5 деген мәнмен. 5 деген мән current қазіргі текущий санымыз 5-ке тең. 5-ті консоль лог шығарады. Одан кейін мына if-қа келеді. If 5-ке 5 0-ге тең ба? Тең емес. Міне return'ді жай ғана бос return шығарсам да болады. Бұл кезде ештеңе қайтпайды, яғни осымен функциялардың орындалу реті тоқтайды. Ал else деген, яғни 0-ге тең болмаса, мен арғай жұмыс істей берем. 0-ге дейін санаймын ғой. Сонымен қайтадан рекурсияны шақырам. Және бұл кезде енді 5-пен шақырмайым, яғни current'тен қазіргіден 1-ді алып тастаймын. Енді current бізде 4-ке тең болды. Осы жерде 4-ке тең болып қалды. Одан кейін міне қайтадан шақырып, біз мынаған қайтадан кіріп жатырмыз деп ойлайық. Енді current енді бұл жерде 4-ке тең ғой. Одан кейін мынаны тексереді, if-ті тексереді қайтадан. 0-ге тексереді, ол мынаған кірмейді, қайтадан else-ге кіреді. Қайтадан current-тен 1-ді алып тастайды, 3-ке тең болады. Сосын current бізде ол 3-ке тең, 3-ті шығарады консольда. Одан қайтадан тексереді, оған кірмейді, else-ге кіреді. Бұл жерде енді минус айтады, 2-ке тең болады. Консольда 2 шығады. Қайтадан тексереді, орындалмайды. Рекурсияда ол 1-ге тең енді. Міне current қайтадан 1-ге тең 1-ді шығарады. 0-ге тең емес, қайтадан тағы бір рет алып шығады. Сонымен соңғы 0-ге тең болды. Мына жақта 0 шығады. Енді if-тің мына шарты орындалды. 0-0-0-0-ге тең болғандықтан return шығарады. Сонымен біздің функциялардың тізбегі аяқталды. Сонымен бұл рекурсия деген өзін-өзі тізбектеп шақыратын функция. Және біз 10 000
Енді өте көп шақыра берсек те, ол біздің for мен while сияқты біздің памятті, компьютердің памятін жеп қояды. Сондықтан рекурсиямен абай болу керек. Жаңа шексіздікке кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан абайлап қолданыңыздар. Әрқашан тоқтайтын шарты болу керек. Міне current тең 0 деген сияқты тоқтайтын шарты болу керек. Біз енді функцияның екінші жасалу жолына өттік. Функциялы өрнек, function expression. Ол былайша айтқанда атауы жоқ функция. Біз атын жаздық қой осыдан кейін. Енді атауын жазбадық. Бірақ бұл әлі жеткіліксіз. Сондықтан біз бұл айнымалыға теңестіруіміз керек. Функцияны қандай да бір айнымалыға теңестірдік. Және аты осыған дейін қалай атадық, тура сонымен әрине қолдана береміз. Және көп айырмашылығы жоқ. Бұл функцияның ешқандай қасиетін өзгертпейді. Біз тек қана бұны енді осы атаумен шақыра аламыз. Біз осы айнымалыны шақырған кезде тура функцияны шақырған сияқты мынадай жақша қолданамыз. Енді жаңартып көрейік. Hello деген бізде сөз шықты. Кез келген функцияны біз айнымалыға теңестіре аламыз. Мына жерде мен function declaration арқылы мен getSum деген функцияны жарияладым. Және мына жерде sum бар, тағы бір айнымалыға оны теңестіріп қойдым. Бірақ байқасаңыздар, мен мынадай жақшаны қойған жоқпын. Жақшаны қоймағандықтан бұл мына функцияның көшірмесі деп айтуға болады. Яғни енді екеуінде шақырсам болады, екеуінде шақырсам бірдей мән шығады. Сонымен function declaration мен expression қандай айырмашылығы бар екен, соны қарап шығайық. Міне қараңыздар, бізде getSum деген function declaration бар. Біз оны оған дейінде шақыруымызға болады. Міне шығарып көрсем, менде бәрі шығып тұр, ешқандай қате жоқ, екеуде шығып тұр. Бірақ function expression'ды оны жариялауға дейін біз оны шақыра алмаймыз. Міне жаңартам, бізде қате шықты. Cannot access show message before initialization деп бізге нақты қатені көрсетіп тұр. Естеріңізде болар, біз жаңа мынадай мысал қарастырып едік. Қатаң режимде біздің мына блокта жарияланған функция сыртында шақырылмайтын еді. Енді бұны біз function expression мен сәл өзгертсек болады. Сәл өзгертіп, тура солай if деген бізде не бар? Блок бар, және бұл жерде функцияны жариялаймыз, getSum деген. Бірақ оны мынадай getSum деген айнымалыға теңестіреміз, ал айнымалыны мына if-ға дейін жариялап қоямыз. Және getSum'ды шақырамыз. Енді бұл жерде әрине қатесіз істейтін болады. Функциялы өрнекті сәл басқаша жазуға болады. Оны arrow function деп атайды. Енді қазақша аударуға тырыстым. Оны оқ деп аударып көрдім. Сілтеме, нұсқағыш. Енді оқ деген қысқа болғандықтан сәл әдемі көрінеді екен. Оқ функция деп атадым. Ол былай жасалынады, қараңыздар. Мына көріп тұрғандарыңыз function expression. Ал мына жерде оның қысқарған түрі, міне function дегенді біз алып тастадық, қараңыздар. Function деген жоқ, мына жерде параметрлар сақталған. Және мына жерде ненің орнына, мынадай бос орынның орнына мынадай сілтеме бар. Сілтеме болғандықтан міне осындай бізде кішкене басқаша жазылады. Function expression мен жазылған getMessage деген функцияны көріп тұрсыздар. Бұл екі параметрді алады, бұл функция, және екеуінен қосып message деген айнымалыны жасайды және оны қайтарады. Енді тура осыны біз оқ функциямен жазып көрейік. getMessage, text, name және қайтаратын бірден мәнді қайтарып тастаймыз. Және тексеріп көрейік, қаншалықты дұрыс шығады екен. Жаңартам, сәлем әлем деп бізге барлық мынадай деп белгісімен, өтірмен дұрыстап шығарып шықты. Енді бір жолдық оқ функция деп айтуға болады, себебі біздің функциямыз бір ғана жолмен қысқа осылай жазылды. Егер сіздерде функция көп нәрсе істемейтін болса, осындай кішкентай нәрсе жасайтын болса, онда осылай жазған әдемірек көрінеді және оқылуы да оңай. Ал енді бізде тек қана бұлай жазғанның орнына көп жолмен басқаша да жазуға болады. Міне, тура осыны біз мынандай ерік жақша арқылы return қосып, осылай үлкейтіп жазып отырмыз. Бұл да тура осындай мән қайтарады. Кейде біз функцияларды бірден шақырып емес, бір секундтан кейін немесе сәл кідірістен кейін шақыруымыз керек болады.
Ол үшін set timeout пен set интервалды қолданамыз. Set timeout деген қандай да бір уақыттан кейін сол функцияны орындау. Ал set интервал қандай да бір уақыт сайын, мысалы 1 секунд сайын сол функцияны шақыру. Енді жазылатын синтаксисі мынадай: функция немесе код жазасыздар бірінші, айнымалы ретінде жіберсеңіздер болады. Және кідіріс қанша миллисекунд болу керек. Миллисекундпен есептеледі, естеріңізде болсын бұл. Және параметрлерді осылай берсек болады. Енді бірден мысалға көшейік. Біз мына жерде бір функция showMessage деген функцияны жасадық. Ол бізге месседж шығарады. Міне console log'та text name деген осындай екі айнымалы керек, екі параметрі бар. Және оны жіберіп отырмыз параметр үтір арқылы. Және 1 секунд тоқтау керек. Бірінші set timeout'ты тексеріп көрейік. Жаңартам. 1 секунд өтті, сәлем әлем деген шықты. Байқасаңыздар. Және set интервалды тексеріп көрейік. Жаңартам. Міне 1 секундтан сәлем әлем шықты. Тағы да әрбір секунд сайын үстіп бізде showMessage орындалып отыр. Set интервалды біз set timeout арқылы да жасай аламыз. Ол енді рекурсияға ұқсайды. Міне қараңыздар, бізде set timeout ең басында біз мына showMessage'ді бір рет шақырамыз. 1 секундтан сәлем әлем арқылы шақырамыз. Одан кейін бұл функция өзінің ішінде міне консольді шығарады да, одан кейін қайтадан set timeout тағы 1 секундтан кейін өзін шақырады. showMessage өзін шақырады, қайтадан сол параметрлермен. Міне енді осыны орындап көрейік. 1 секундтан кейін сәлем әлем шықты. Тағы да 1 секундтан кейін шығып жатыр. Міне әрбір секунд сайын қайтадан сәлем әлем шығып жатыр. Біз set timeout арқылы set интервалды жасап шықтық. Біз жарайды set интервал сияқты set timeout жасадық, бірақ қандай да бір уақытқа келген кезде оны тоқтату керек болсын. Мысалы 5-ке дейін ғана санау керек болсын. Сол кезде біз кішкене нетеміз, рекурсия сияқты қолданамыз, және тоқтайтын шартын жазамыз. Міне мысалы show number шақырдым мына функцияны. Функция ішінде бір рет қай мәнге келгенімізді бір рет шығарады, сол санды көрсетеді. Басында ол 0-мен басталады. Және 5-тен кіші болғанға дейін set timeout'ты шақыр деп тұрмын. Show number қайтадан сол функцияны және 1 секунд сайын шығар деп жазып тұрмын. Және count'ты өзгерте берем. Плюс ете берем. Сол кезде 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке келген кезде мынау орындалмай қалады да, if-тан шығып кетеді, set timeout шақырылмайды. Сонымен біздің бағдарлама тоқтайды. Бұл жазған бағдарламамызды сәл өзгертіп жасақ болады. Бізде clear timeout деген бар. Міне оны қолдану үшін былай сәл өзгертеміз. Енді қараңыздар, біз мына set timeout ол қандай да бір бағдарлама ғой. Ол да бір өзін памятта біздің жадта ұстап тұрады. Сондықтан оған бірінші айнымалыға теңестірейік оны. Мысалы біздің timeout 1 деген сияқты осылай істейік. Біздің timeout'ың атауы осындай. Және оны 5-ке келген кезде тоқтату керек. Яғни clear жасауымыз керек. 5-ке келді. Біз енді мына set timeout'ына жерден алып тастаймыз. Және clear timeout деп жасаймыз. Clear timeout'қа енді осының ID-ін береміз. Мына біздің атау немесе ID бола береді. Осы жерге келген кезде clear timeout егер орындалған болса, болды, мына set timeout біздің тоқтайды. Жаңартып көрейік. 1, 2, 3 деп әрбір секунд сайын шығып жатыр. 5-ке келді. Енді тоқтау керек, әрине. Бізде ол тоқтады, ары қарай 6-ға кеткен жоқ. Clear timeout сияқты біздің set интервалға да clear интервал деген функциясы бар. Оны тоқтатады. Міне біздің жерде time ID деген айнымалыға теңестірдік set интервалды, және мына 5-ке келген кезде оны тоқтатуды керек деп жазып қойдық. Енді жаңартам, бізде 1-ден бастап жатыр. Міне әрбір секунд сайын неміз өсіп жатыр. Результатымыз 5-ке келді және тоқтады. Функция жазғанда тағы бір ескеретін жайт, ол әрбір функция өзіне тиесілі ғана шаруаны жасау керек. Мысалы, create message ол бізде месседждің структурасын жасайды.
және жолдарды біріктіреді, міне текст пен name'ді біріктіреді. Ал консольға шығаратын функция бөлек, show message деген. Оның істейтін әрекеті ол оған берілген месседжді консольға шығарады, болды, басқа артық еш нәрсе істемейді. Ал енді екеуін біріктіріп жасау үшін әрине біреуін кезек шақырамыз екеуін. Міне бірінші create message жасап аламыз. Текст пен name жібереміз оған. Міне сәлем әлем. Біріктіретін функцияны да бөлек жазып қойдым мен мына жерде байқасаңыздар. Екеуіне мынадай текст пен name'ді жіберемін бірінші create message'ге. Одан ол return жасайды бір қандай да бір жасаған мәнді. Ал show message оны консольға шығарады. Ал init message'ді мен тағы да осындай текст пен name арқылы тағы да бір рет мына жерде шақырамын. Сонымен біздің функциялар тексерген сәлем әлем деп шығарды. Енді мынау енді жай мысал болғандықтан не үшін деген сияқты сұрақ туындайды, бірақ бізде тек қана бұндай қарапайым емес, күрделі функциялар жасайтын боламыз, сондықтан әрқашан бұны есте сақтау керек. Сонымен біздің функцияларға арналған 7-ші сабағымыз аяқталды. Егер ұнаса, лайкты аямаймыз, және келесі видеоларда өткізіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаймыз.